7 тамызға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты таңертең аса қуанта қоймайды. Бірақ бір нәрсе ойдағыдай болмаса да, сіз оптимизмді сақтауға тырысасыз. Бұл өте дұрыс шешім. Көп жағдайда әзіл қалжыңыңыз көмекке келеді. Алайда іскерлік қарым-қатынасқа келгенде бұл кедергі болуы мүмкін. Әріптестер, басшылық пен ықтимал серіктестер сіздің істер мен ортақ жоспарларға байыппен қарайтыныңызды, жауапкершілікті өз мойныңызға алуға дайын екеніңізді көргісі келеді. Кешкісін көңіл көтеруге тамаша мүмкіндік туады. Бір қызықты ойын-сауық іс-шарасына шақыру алуыңыз мүмкін. Сондай-ақ ерекше, есте қаларлық әрі жағымды әсер сыйлайтын романтикалық кездесуден де үміт бар. Соңғы кездері өздерін жалғыз сезініп жүрген тоқтылар ескі достарымен кездесіп қуанышқа бөленеді. Кешке қарай жұмысыңызға, бизнеске және қаржыға байланысты көптеген идеялар ойыңызға келе бастайды. Бірден іске кіріспесеңіз де, кем дегенде ақпарат жинағыңыз келеді. Бірақ түнге дейін отырмаңыз, ерте жатып демалған дұрыс. Әйтпесе алдағы күндері өзіңізді жайсыз сезінуіңіз мүмкін. Торпақ жұлдыздар бүгін алдын ала жоспардан сәл ауытқуға дайын, импровизациядан қорықпайтын торпақтарға сәттілік әкеледі деп уәде етеді. Себебі жағдай күткеннен де жақсырақ қалыптасады. Сондықтан бұны пайдаланбау өкінішті болар еді. Егер өз бетіңізбен жағдайды шеше алмасаңыз, ескі таныстарыңыздың бірінен кеңес сұраңыз. Жақсырақ болса, бұл адам сізбен тек жақсы қарым-қатынаста емес, сонымен қатар ортақ мүдделеріңіз де бар. Бүгін көп нәрсені жақсы атқара аласыз, бірақ ең үлкен жетістіктеріңізді басқалар сәтсіздікке ұшыраған жерде көрсетуіңіз мүмкін. Бұл кейбіреулердің қызғанышын тудыруы ықтимал. Егер жеңістеріңізбен бөліссеңіз, бұл сіздің құқығыңыз, қарсыластарыңыз пайда болуы мүмкін. Сондықтан кей нәрсені құпия ұстау ақылды шешім. Кешкі уақыт кездесулер үшін өте қолайлы. Іскерлікте, достықта, романтикалықта. Қай жағдайда да көңіліңізден шығатын болады. Егіздер, қиындықтар болады, бірақ оларды жеңу қолыңыздан келеді. Бұл сіздің тапқырлығыңыз бен шығармашылығыңыздың арқасы ғана емес, жан-жағыңызда көмек көрсетуге дайын адамдар көп болуына. Егер бір нәрсе шықпай жатса, жасырмаңыз. Бүгін басқалар сіздің тырысып жатқаныңызды, бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізетініңізді көрсе, бұл сізге үлкен пайда әкеледі. Маңызды жұмыс кездесулерін және дайындықты қажет ететін істерді түстен кейінге жоспарлаңыз. Таңертең көңіл қою қиын болуы мүмкін, бірақ бірнеше сағаттан кейін ойыңыз жинақталып, не істеу керектігін түсінесіз. Бүгін жұмыс сапарларына шыққан егіздерге жұлдыздар ерекше қолдау көрсетеді. Бұл жұмыс мәселесін шешу не жақын адамға көмек көрсету үшін болмақ. Егер мұндай сапарға сүйікті адамыңыз немесе жақын досыңыз еріп жүрсе, бақыт пен жақсы көңіл-күй екі еселенеді. Шаян күн баяу басталса да, пайдалы әрі жағымды болады, егер сіз асықпай, күн ырғағына бейімделсеңіз. Кездесулер кейінге шегерілуі, төлемдер кешігуі мүмкін, бірақ бұған бола уайымдамаңыз. Жұлдыздар сіздің жағыңызда, ал егер интуицияңызды тыңдасаңыз, сол қолдауды қалай пайдалану керектігін ұғасыз. Достармен, пікірлес адамдармен, ескі серіктестермен араласу сізге шабыт береді. Олардан пайдалы ақпарат алуыңыз да мүмкін, сондықтан мұқият тыңдаңыз. Бұрынғы әріптестер аз да болса, оңай табыс әкелетін қызықты ұсыныстар жасауы мүмкін. Бұл күн жақындарыңызды қуантуға, романтикалық тосын сыйлар жасауға, сыйлықтар алуға қолайлы. Өзіңіздің сезімдеріңізге толық түсіне алмауыңыз мүмкін, бірақ жақын адамдарыңыздың не қалайтынын дәл білетін боласыз. Арыстан көп ойдағыдай болады. Сондықтан жеңіл және қиындықсыз орындалатын істерге назар аударған жөн. Бұрынғы арманыңызды жүзеге асыруға жақсы мүмкіндік туады. Бұрын тым батыл, тіпті қиялға жақын көрінген идеяларыңызды жүзеге асыруға көмектесуге дайын адамдар табылуы мүмкін. Арыстандар үшін ең күрделі міндет қай іске басымдық беру керегенін шешу болмақ. Барлығын бірдей үлгеруге болады деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ бұл тегелес. Жұлдыздар әсіресе қаржыға немесе басқа да нақты пайдаға қатысты істерге назар аударуға кеңес береді.
Идея үшін жұмыс істегенді жақсы көрсеңіз де, дәл пайда келетін салада бәрі ойдағыдай болмақ. Сүйікті адамыңызбен және жақындарыңызбен қарым-қатынас, әсіресе таңертең, сәл түсініксіз болуы мүмкін. Бір-біріңізді қатты жақсы көрсеңіздер де, қатынастар суып кеткендей, қызығушылықта бәсеңдегендей көрінуі мүмкін. Бірақ асықпаңыз. Түстен кейін жағдай өзгеріп, бәрі бұрынғыдан да жақсы бола бастайды. Бекеш өзіңізді қолға алып, айналаңыздағыларға бәрі сізден оңай тиетіндей көрінетін ойлардан арылыңыз. Иә, бұл күн оңайда, сәттік емес, бірақ өз жетістіктеріңізді басқалармен салыстырудан еш пайда болмайды. Оның орнына басқалардың тәжірибесі мен қателіктерін талдасаңыз, көп нәрсеге үйренуіңіз мүмкін. Әріптестеріңіздің қиындықтарына көбірек көңіл бөліп, өз сәтсіздігімен бөлісуге дайын адамдарды тыңдаңыз. Күннің басында қарым-қатынас қиын болуы мүмкін, әсіресе ұстамдылықпен мақтана алмайтын, тура сөйлейтін, кейде көңілге тиетін сөз айтып қоятын бекештер үшін. Сөздеріңіз жақын адамдарыңызды ренжітуі, қазірдің өзінде қиын жағдайда жүрген жанды одан сайын мазалауы мүмкін. Мүмкін ол ренжімейтін шығар, бірақ өзіңіз бәрібір кінәлі сезінесіз. Ең сезімтал бекештер бұл жағдайдан кейін жұмысқа немесе басқа пайдалы істерге көңіл бөле алмай қалуы мүмкін. Күннің екінші жартысы әлдеқайда жайлы өтеді. Жұлдыздар сізді қуанта қоймағандарын есіне түсіргендей қызықты мүмкіндіктер сыйлайды. Жағымды таныстыққа немесе әдемі романтикалық оқиғаға үміттеніп жүрген бекештер кешкісін ерекше қуанады. Таразы. Қызғануға болады, бәрі оңайлықпен зат. Соңғы уақытта бас қатырып жүрген мәселелер тез әрі күтпеген жерден шешіледі. Кейбір таразылар өзінен әлдеқайда тәжірибелі, ықпалды адамдарды тығырыққа тіреген проблемаларды қалай шешу керектігін түсінеді. Кейбір ыңғайсыз сәттер болуы мүмкін, мысалы, біреу сіздің идеяларыңызды түсінбей тұрып күлуі мүмкін. Бірақ сіз тез арада жағдайды өз қолыңызға алып, тіпті одан да пайда көре аласыз. Бүгін сіздің іскерлік түйсігіңіз өте күшті болады, әсіресе қаржы мен мүлікке қатысты. Бұл коммерциямен айналыспайтын таразыларға да қатысты. Олар сәтті келісім жасасуға немесе табыс табудың жаңа көзін табуға мүмкіндік алады. Отбасылық шаралар жақсы өтеді. Қонақтарды қабылдауға, үйде мереке ұйымдастыруға, достарға қонаққа баруға болады. Сүйікті адамы алыста жүрген және қатты сағынған таразылар қашықтан жақсы жаңалықтар алады. Саршаян бүгін бәрін жеңіп шығу қиын болар, бірақ күн жалпы жағымды сәтті өтеді. Ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды айқындап, өз күш-қуатыңызды қайда бағыттау керектігін шешуге ыңғайлы уақыт. Соңғы кездері өзіне сенімсіз болған жас саршаяндар қолдау тауып, батыл қадамдар жасай бастайды. Тәжірибелі өкілдер бұрынғы қателіктерін түзету мүмкіндігін пайдаланады, бұл бірден жағдайды жақсартады. Қаржылық мәселелерге келгенде шыдам керек. Не істесеңіз де, нәтиже бірден көрінбейді. Спонтанды сауда мен күмәнді келісімдерден бас тартқан дұрыс. Бүгін біреуге ақша жіберуді жоспарлап отырған саршаяндар өте мұқият болсын. Себебі ретроградты Меркурий банктық қосымшаларда кідіріс немесе техникалық ақау туғызуы мүмкін. Қысқа сапарлар жақсы өтеді, тек жағымда әсер алып қана қоймай, қызықты адамдармен танысуыңыз да мүмкін. Жаңа романтикалық қарым-қатынастар тез дамиды, әсіресе махаббатқа аса сенбейтін саршаяндар үшін. Мерген аспаннан ақша жаумайды, және маңызды жеңістерге күш салмай қол жеткізуде қиын болады. Бірақ бұл күн үлкен қиындықтар әкелмейді. Егер керемет жетістіктерді ойламай, таныс әрі күнделікті істерге ден қойсаңыз, бәрі сәтті болады. Жаңа іске кірісуді кешке қалдырған жөн. Бірақ егер жағдай ертерек әрекет етуді талап етсе, көмек сұрай алатын адам туралы ойланыңыз. Бұл өзіңіз көмек көрсеткен жандардан тартынбай, көмек сұраңыз, олар қуана көмектеседі. Ақша түсуі мүмкін, бірақ көлемі аса үлкен болмайды.
Мысалы, біреу бұрынғы қарызын қайтарады, немесе есептен қате аударылған қаражат түседі, әлде бір өтемақы аласыз. Бірақ бұл ақшаны бірден жұмсай салмаған жөн, спонтанды саудаға қолайлы күн емес. Болашақ туралы ойлануға, жоспарлар құруға, идеялармен бөлісуге кешкі уақыт жарайды. Жақындарыңызбен тіл табысу оңай болады, олардың қолдауына сене аласыз. Тек сүйіктіңіздің көңілі қалып қоюы мүмкін, ол сіздің сөздеріңізді дұрыс түсінбей қалуы, немесе еш жамандық жоқ ескертпеңізге ренжіп қалуы мүмкін. Тәуешкі қиын күн, бірақ сіз шыдап жүрсіз. Бұл табандылықпен өз-өзіңізге сенім қара жолақтан алып шығып, табысқа апарар жолды көрсетуі мүмкін күндердің бірі. Өкінішке қарай, айналаңыздағы адамдар сіздің күшіңізге күмән келтіруі мүмкін, бұл тіпті ең сенімді серіктеріңізге де қатысты. Оларды қайта сендіруге уақыт жұмсамаңыз. Жай ғана іске кірісіңіз, бәрі өз көздерімен көріп түсінеді. Жас тәуешкілер бүгін жақындарымен жиі жанжалдасуға бейім болады. Тіпті ең сабырлы, ұстамды тәуешкілер де ашуланып, кейін өкінетін сөз айтып қоюы мүмкін. Қарым-қатынасты реттеу мүмкін, егер сіз уақытылы әрекет етіп, бірінші қадам жасауға дайын екеніңізді көрсетсеңіз. Бұл романтикалық салаға да қатысты. Бұрынғы сүйіктіңізді қайтарғыңыз келе ме? Күннің екінші жартысында өзіңізді еске салып, сөйлесуді ұсынуға, немесе кездесуді ұйымдастыруға болады. Бірақ ештеңеге мәжбүрлемеңіз және асықпаңыз, бұл адамға бәрін түсініп, сіздің құндылығыңызды ұғынуға уақыт қажет болады. Су құйғыш. Бүгін өзіңіз үшін маңызды істермен айналысыңыз, бұл күнді өткізудің ең жақсы жолы. Жұлдыздар сізге қолдау мен сәттілік уәде етеді. Сондықтан күтпеген сәйкестіктерге, дер кезінде келген кездесулер мен ақша түсуіне, жағдайдың сәтті қалыптасуына таң қалмаңыз. Бүгін күрделі жұмыс жобасына кіріскен су құйғыштар күтпеген жерден қолдау табады, тіпті өте беделді адамдардың тарапынан да. Бірақ мұндай көмек көрсетушілердің әрдайым адал ниетпен әрекет етпейтінін есте ұстаңыз. Оларды кейін қалай алғыс білдіретініңізді алдын ала ойластырыңыз. Білімге құштар, үйренуге дайын су құйғыштар үшін күн өте сәтті өтеді. Олар тек жаңа нәрселерді үйреніп қоймай, пайдалы дағдыларды меңгереді, сонымен қатар ұстаз, пікірлес, тіпті достар табады. Бүгін романтикалық қатынастың бастауы да болуы мүмкін, негізі бір-бірімен бірге дамуға, жаңа дүниелерді үйренуге, күрделі сұрақтарға жауап іздеуге деген ортақ ынта болады. Балықтар таңертең абай болу керек. Бұл уақытта көптеген балықтар орынсыз тәуекелге бейім болады, тіпті әдетте ешқашан қауіпті шешімдер қабылдамайтын жандардың өзі. Сондықтан егер тосын, оғаш, өзіңізге тән емес әрекет жасағыңыз келсе, сәл кідіріңіз, тәуекелге тұрарлық па, соны ой елегінен өткізіңіз. Әсіресе қаржы мен мүлікке қатысты мәселелерде қателіктер ықтимал, сәтсіз сатып алулар мен жоғалтулар болуы мүмкін. Бұл уақыт жаңа мүмкіндіктер ашып қызықты іспен айналысуға, немесе таланттарыңызды күтпеген жерде пайдалануға жол ашады. Бұл кезде жалған қарапайымдылықтан арылып, өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. Достарыңызбен қарым-қатынас қуантады. Романтикалық кездесу жаман өтпейді, бірақ егер бұл бірінші кездесу болса, кейбір балықтар сәл көңілі қалып шығуы мүмкін. Бірақ асығыстық жасамаңыз, уақыт өте келе көзқарасыңыз өзгеруі әбден мүмкін.